Денсаулығында кінараты бар жұмысқа жарамсыз мүгедек жандар жол жиегінде отырып, көптен көмек сұрағандарға қолдан келгенше қол ұшын беріп жататынымыз бар. Оны ешкім міндет тұтпайды. Тек жанды жабырқататыны 12 мүшесі сау, тепсе темір үзетін азаматтар мен азаматшалар жеңнен тартып, қолыңдағы қаржыға қадалатындығы. Оның алқымнан алып тұрғанына қарап, қарны ашып қадыры қашқан деп ойлаудан да қаласыз. Себебі олардың қайыр сұрағаны қарызын сұрағандай әсер қалдырады. Өз кезегінде мұның да өз шешімі табылып, заңмен шектеу қойылатын болды. Қайыршыларға, мынау көшеде жүрген қайыршыларға балгерлікпен айналысатындар бар, және мынау көшеде жүріп қоғамдық орындарда жезөкшелікпен айналысатындар, оларға әкімшілік жаза қарастырылған. Оларға алғашында бірінші рет жасаған жағдайда оған 5 есептік айлық есептік көрсеткішінде айыппұл салынады. Егер де ол екінші рет қайталап жасаған жағдайда оған қамаққа алу жазасы тағайындалатын болады. Тілемшілер жағалайтын орындардың бірі діни орындар. Қоршаған ортаны қайыршылардан аластау туралы заң қолға алынып жатқан тұста шіркеу орталығына барып, ондағылардың да пікірін білмек болдық. Қайыршылар туралы не айтуға болады? Олардың 90%-дан астамы атадан балаға жалғасып келе жатқан кәсіп іспеттес. Олар соның өзін жұмысымыз деп сезінеді. Осы шіркеудің өзін біршама жандар жағалап жүреді. Ең бастысы олардың қоғамға төндіріп жатқан залалы жоқ деп ойлаймын. Берсе алады, бермесе жоқ. Жалпы мұны да заң тұрғысынан ретке келтірген дұрыс деп ойлаймын. Заңнамаларға жоғарыда аталғандай өзгертулер мен толықтырулардың енетіндігін естіген қайыршыларда селт етпей қалмады. Қайыршылықты кәсіп еткендер біз ұрлық жасап ешкімге зиян тигізген емеспіз дейді. Ақыры заң шығарып жатыр екен. Ендеше бізге жағдай жасасын. Біз мұнда жайдан жай отырғанымыз жоқ. Жеуге тамағымыз, киерге киіміміз болмаған соң, басқа амал бар ма? Өзіңіз ойлап көріңізші. Айта кетсек, қоғамдық қайыршылардан тазарту шаралары бұған дейін де қолға алынған болатын. Оларда тым болмағанда жеке басын анықтайтын құжаты болмаған соңда тиісті деңгейде шара көрілмей, қаланы жайлап кеткенді. Ал енді жаңа заң қандай нәтиже беретіні тек уақыт еншісінде. Қанат Байысов, ТВК телеарнасының жаңалықтар қызметі.